Армысың қызық? Қазақта тақарат деген ұлы дүниетанымдық түсінік бар. Тақарат тәңірлік дүниетанымның келелі бір саласы. Талдасақ былай, та дегеннің органика деген сөз, мына биологиялық әлем, қарат деген застав смотреть деген сөз. Яғни сөздің құрылымында органику застав смотреть деген сөз шығады. Адапқа құл болма дейді, застав дейді. Тақарат табиғатқа табыну, табиғатты қастерлеу, аялау. Табиғатқа қалай табынады деймісің? Айтайын, оқ. Тәңір дінінде Құдайға құрмет жасалынады. Дойласам, дойламасам дойымда тұрады. Әруаққа сыйынады, табиғатқа табынады, күнге қыздырынады, отқа абынады, суға шомылады, құдіреттің бар екеніне сенеді, еңбекке нанады, тұтастыққа иланады, тақаратқа тәуба етеді. Күнге қыздырынып, суға шомылып, қауышып, демал қазақ. Көш, күнде көш, күнге жақында, нұрына бөлен, сәулесіне оран, күйдірін, шыңға шық, тастың табына жат, жылуын ал, қыздырын. Тауда тастай бастауға шомыл, сырғадан сыпырылып түседі. Қасиетті суға шомыл, минералды суларға, дердің сыпырылып түссін. Дәрі шөптен тұнба жаса. Шомыл, кеселің сыпырылып түссін. Емдік шөптің жапырағын жараңа тарт. Сауық, күнге, суға, отқа, табиғатқа табын. Деннің кепілі, деніңнің кепілі, саулығыңның кепілі, айып жоқ. Дүние ақ пен ірден тұрады, білгеніңнен айналдым қазақ. Сондықтан күтін. Табиғат сен, сен табиғат. Аралас, кірік, абын, табын, шомыл, қыздырын. Тәңір өмірдің негізі, ұстан, қор болмасын. Өмірді құрметте, өлімге ене біл, ғұмыр болады. Бәрі өмір үшін, бәрі өзің үшін. Ғұмырдан өмірге қайту оңай, лайық болып жүр. Табиғатқа табын, қате болса басқалар айтар. Сен, қазақ, табын. Табиғатқа жылына ең құрғанда бір рет, абын да табын. Ұқтың ба қазақ? Тақарат жаса. Осы айтылғандарының барлығының қосындысын қазақ тақарат дейді. Жетпеген жер болса, өзің жеткізіп ал. Барлығы қазақтың қамы, барлығы қазақ үшін. Демек, адам үшін. Ақты қаз. Ақты қазсаң, ақиқатқа ендейсің ба, тақарат амалында, ораза амалында, ауыз бекіту амалында орындайсың. Қазақ болып қалу үшін. Адам болып қалу үшін. Сау болыңдар.